Құран араб тіліне түскен рас, бірақ ол дін адамзатқа түскен сөз. Ол әлемдік дін ғой исламның, ол араб тілінде айтуға болмайды. Содан ол араб тілінде ғана түскен, болды. Арабқа емес, араб тілінде. Дін арабқа түсті деген ол енді жұмсартып айтқанда білімсіздік, қатты айтқанда надандық қой. Таза надандық қой, надан көзқарас жоқ. Дін арабқа түсті деген болмайды ғой. Дін адамзатқа түскен. Дінде кінә жоқ, кінә сенде ұстай алмай жүрген сөз. Мысалы пышақпен нанды кесуге болады, адамды өлтіруге болады. Пышақтан қандай кесіп жоқ? Сол сияқты. Дін ұстай алсаң қасиетің, ұстай алмасаң қасіретің. Ол мысалы адам өзінің әлсіздігін, өзінің надандығын, білімсіздігін діннен көрмеу керек. Ол надандық қой, таза надандық. Невежество дейді орыстар. Жаңағыда ой дін кінәлі деген. Дін кінәлі, сен кінәлісің. Біз біреуден көреміз бе? Оңай дейсің. Иә, біз дін кінәлі. Мысалы, ислам діні бізді кедергі келтіріп отырады. Малайзия неге кедергі келтірмейді ислам діні? Малайзия деген қазір мысалы ғылыми технология елдің алдында мысалы. Түркияға неге кедергі келтірмейді? Индонезияға неге кедергі келтірмейді? Ғылыми технология дамып отыр. А саған неге кедергі келтірмейді? Орыстар айтады, плохому танцору яйца мешают. Адамша айтқанда, жаман етікші біз таңдайды дейді. Сразу ашық айту керек. Дін кінәсі жоқ. Сен де кінәсі, ұстай алмай отыр. Ақылың жетпей тұр, діннің тазасында болуға. Сен дінді ұстанасың, ұстанбайсың, өзің білесің, сен ешкім зорлап отқан жоқ па? Дінде зорлық жоқ, осы айтады Құранда, дінде зорлық жоқ. Ешкім сені зорлап отқан жоқ қой. Ұстамаса ұстама, бірақ жамандамасайшы. Бізде адамдар ұстанбайды, сосын өзінің кемшілігін бүркеу үшін дінді жамандайды. Мен дінді ұстай алмаймын, мен күшім жетпейді демейді. Дін жаман дейді ғой, сосын ұстамаймын дейді. Онда мысалы сен честно айт мысалы. Мен ұстай алмаймын, ауырмаған. Мен күшім келмейді, болды. Саған ешкім ештеңе демейді, дінде зорлық жоқ. Өзінің позициясын ақтап алуға тырысады. Иә, сол айтады ғой әлгі жаңағы мораль деген не? Мораль дегеніміз өзіңнің кемшілігіңді бүркемелеу үшін айтылатын нәрсе дейді да. Ой, дін жаман, дін бізді бұзып жатыр, дін кемшілік келтіріп жатыр, ол мораль. Мораль дегеніміз адамның субъективті көзқарасы. Мораль. Сыртынан, ішіне кірмейді. Жоқ, ол жаңағыдай. Мысалы, мораль деген не? Мораль деген мысалы бір адам мысалы ұнамайды. Ол оның жеке көзқарасы, ол мораль. Мына адам маған ұнамайды дейді мысалы. Саған ұнамаса ол басқаларға ұнамау керек па сонда? Ол субъективті көзқарас, субъективті көзқарас. Қазақ айтады ғой, біреу білмегенде біреу біледі, біреу жылағанда біреу күледі. Ол субъективті. Мысалы біреу күліп отыр, түсінбейді, а біреу жылап отыр, неге түсініп отыр. Содан адам өзінің субъективті көзқарасын басқа адамға тануға болмайды. Мысалы біреу айтады, мына сөз қазақта жоқ дейді. Неге десем, өйткені мен естіген жоқпын дейді. Сонда ол өзімен тілге теңіз, мұхиттай терең қазақтың тілін өлшеп отыр да, өзінің надандығымен өлшеп отыр да өзімен. Сен кімсің мысалы? Оның білетін мынандай, екі ортада жоқ, нәрсе жоқ дейді. Сөйлейді, ол жоқ дейді, ондай нәрсе жоқ дейді. Неге жоқ деймін, өйткені мен білмеймін дейді. Көрдіңіз бе? Ол субъективті көзқарас. Ал объективті көзқарас ол шындық. А шындығында қалай? Ол дін, ол шәкәрім күшті деді ғой, дін тазасын діннен ізде дейді сөз. Яғни сен судың тазасын қайдан іздейсің? Су әртүрлі болады мысалы. Сасық су, орысып кеткен су, естеңіп кеткен су. Сен қандай су ішесің? Тазасын, иә? Фильтр қоясың, иә? Тап-таза су ішесің. Неге? Соған ақылың жетеді. Судың ішінен таза су таңдап алды. Дінде сондай еді. Шатақтың ба, қисықтың